Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Захинур. Бүгін корейский суп рамен дайындайтын боламыз. Бізге осындай заттар қажет болады. Раменнің лапшасы, міне халал деп жазылып тұр, осы түрін қолдандым. Сіздер қалауларыңызша қандай түрі бар, сондай қолдана берсеңіздер болады. Кішкене ет, жұмыртқа және еттің сорпасы болады. Егер де сорпа болмаса, онда су қолдана беріңіздер. Ең бірінші жаңағы сорпамызды қайнатып аламыз. Үстіне кішкене су құйдым. Одан кейін жаңағы лапшамызды ішіне салып, барлығын араластырып жіберіп, үстіне дәмдеуіштерін салатын боламыз. Дәмдеуіштің ашылығын аздау қоссаңыздар болады. Әйтпесе қатты ащы болып кетеді. Міне барлығын араластырып 5-17 минуттай пісіреміз. Одан кейін ыдысымызға құятын боламыз. Міне өте тез дайындалатын раменнің рецептісі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Менде бұл жерде 2 порцияда шықты. Балам екеуміз. Және үстіне жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаны кішкене сәл шикілеу қылсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Жұмыртқаны салып, одан кейінгі құрам етімізді саламыз. Бұл жерде мен жылқының етін қолдандым. Сіздер қалаған тауықтың етінде, сиырдың етінде қолдана берсеңіздер болады. Үстіне аскөгімізді себеміз. Міне раменымыз дайын болды. Өте дәмді шығады. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Захинур. Ас болсын.